қалған бөліктерге салып жібереміз. Сонымен бізде аяқталды бұл құю. Ендігі кезекте біз осылай сала салсақ та болады, осы күйінше пісіп шығатын болады. Немесе осылай гүлдеп пышақпен немесе тіс қошпен кез келген үшкір нәрсемен ортасынан жүргізсеңіз. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен зебра деген пирог немесе торттың бисквитін пісіреміз. Егер оны көптеп қоссаңыз, ол сізде пирог болып шығады. Оны аздау қоссаңыз, жақсы жұмсақ бисквит болып шығады. Сонымен бізге 5 жұмыртқа керек. 5 жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып аламыз. Бір стақанды толтырып алсаңыз болады. Оныңыздың көлеміндей қант немесе одан аздау алсаңыз болады. Одан бөлек бізге 1 стақан ұн керек. Бірнеше рет илеуіштен өткізіп аламыз. 1 граммдай ванилин керек. Бізде қазір 3 грамм, аз бөлігін қосамыз. 2 ас қасық көлемінде какао керек. Және аз ғана тұз керек. Тұзды біз бірден жұмыртқаның ақуызына қосып жібереміз. Қантты ақырындап қоса отырып, жұмыртқамыздың ақуызын көпшіктенгенше шайқап аламыз. Әбден қаттылау ақкөбік болғанша шайқаймыз. Блендермен немесе миксермен шайқасаңыз өте жақсы. Тез уақытыңыз жылдам шайқап бітесіз. Осылай шайқауды жалғастыра түсеміз. Қанты әбден еру керек. Бізге ол маңызды. Себебі пісірген кезде бисквитіміз арасында астына қанты жиналып қалады, егер жерге қанты ермесе. Сондықтан біз қазір 10 минут көлемінде тоқтамастан осылай әбден ерігенше шайқай береміз. Қанттың бәрін қосып болдық. Достар, біз ақуызын араластырып болдық. Енді сарыуызды біраз барлық көлемі сәл ақшыл түске енгенше сарыуызын жақсылап шайқап аламыз. Ағының үстіне араластырамыз. Және жақсылап бір шайқап жібереміз. Оның үстіне біз аз ғана ванилинімізді қосамыз. 1 граммдай ғана қоссақ жеткілікті бізге. Жақсылап бір шайқаймыз барлығын. Және оның үстіне біз ұнымызды ақырын електен өткізіп, ақырын аз-аздан қоса отырып, тағы да біраз шайқаймыз. Бір қалыпты қоймалжың күйге ену керек. Сол күйге жеткенше біз шайқай береміз. Тырған қастап көремін. Шайқауды тоқтатпай осылай қоса береміз. Барынша оны бір қалыпты күйге енгенше дейін шайқауды жалғастырамыз. Болған массамыз мінекей мынандай күйде 2 бөлікке бөлеміз. Шамамен бірдей етіп. Бізге осы жеткілікті.
Және бір бөлігін осы күйінше қалдырамыз, екінші бөлігіне какао қосамыз. Ендігі кезекте біз 2 ас қасық какаоымызды ақырындап отырып қосамыз. Бұны да илеуіштен өткізіп жіберсеңіз дұрыс болады. Мінекей біз екінші қасығымызды салып жатырмыз. Какаоны мүмкіндігінше көп қосаңыз, ол да қоңырға болады. Анық көрініп тұрады, қандай әрбір жолағы. Сонымен біз барып және бұны жақсылап араластырамыз. Жан-жағына шашылып кетпес үшін ең бірінші қасықпен немесе шаншықпен араластырып алсаңыз болады. Одан кейін ғана барып ары қарай шайқасаңыз болады. Жақсылап 2-3 минут көлемінде шайқаймыз. Мінекей. Ендігі кезекте біз табамызды майлап, бізде зебраны пісіруге осы ыдысымыз ыңғайлы. Және пешімізді 160 градуста біз қыздырып қойдық. Енді біз 2 ожаумен ақырындап алма-кезек құйып отырамыз. Бірінші қоңыр, келесі ақ түстісін. Келесі тағы да қоңырды құямыз. Келесі ақ түстімізді құямыз. Келесі қоңыр. Осы ретпен біз барлығын шығу керекпіз. Егер миксермен шайқаған болсаңыз, бұл әлде де қатты көбік болып, сізде осылай дереу жазылмайды болады, қоюырақ болып. Тағы кішкене қойып. Кезекте аламын. Ең соңғы бөлігі бізде қоңырына келді.
бөліктерге салып жібереміз. Сонымен бізде аяқталды бұл құю. Ендігі кезекте біз осылай сала салсақ та болады, осы күйінше пісіп шығатын болады. Немесе осылай гүлдеп пышақпен немесе тіс қошпен кез келген үшкір нәрсемен ортасынан жүргізсеңіз, бұнда осындай өрнек пайда болады. Сонымен пешіміз біздің қызып тұр, пешімізге жібереміз. Пешімізге жібердік және 20 минутқа қойдық. Пісу барысын бақылайтын боламыз. Егер ертерек піссе, біз ертерек алып алатын боламыз. Мінекей достар, біз алып шықтық пешімізден. 12 минут, 12-13 минут болған кезде біз плитамыздың есігін ашыңқырап қойдық. Мінекей, енді қазір біз арасын тексереміз. Мінекей, арасы құрғақ күйінше. Және біз қазір бетін жауып қойып, круглый салфеткамен және бөлме температурасында кішкене суығанша ұстаймыз, сосын барып түсіріп алатын боламыз. Сонымен мінекей достар, біз бетін аштық. Бұған дейін жауып ұстаған болатынбыз. Қазір пышақпен жан-жағын кесіп жіберіп алатын боламыз. Жабыспаған сияқты, бірақ ешқандай да. Біраз суыды бұл бізде. Бисквит дегеннен қарағанда біраз срокқа келетін сияқты. Біз салып алдық. Және дәл қазір біз бұны кесіп көретін боламыз. Қалыңдығы мынанша болды. Егер сізде миксермен шайқалып қалың болғанда, бұл одан да биік болып піседі. Біз қазір кесіп жалғастырамыз. Мінекей, ортасы осындай біздің құрғақ болып шықты. Осы күйінше столға апарып қойсаңыз да болады. Бетіндегі өрнегі көрініп тұр. Немесе сыртынан кремдер, қаймақ, сливки жағып, әрі қарай сәндей түссеңіз де болады. Кәдімгі әдемі сатылатын торттардан ешқандай кемдігі болмайды. Осындай біздің пирогымыз дайын болды.